Хей, барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Олжас достар. Біз бүгінгі видеода өз ауылымда өзімнің үйімді соғатын боламын достар. Видео өте қызықты болып шықты. Арнаға тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпа. Ал мен өзімнің видеомды бастаймын. Go де. Так, общем достар, біздің үйдің схемасы осындай болады. Мен дәл қазір үйді осылайынан соғатын боламын. Міне қарап тұрғандарыңыздай мен алдын ала схеманы құрып қойған болатын миды қатырмау үшін. Ал енді қабырғаларын тез-тезден көтеріп шығайық. Әйтпесе менде үй болмай кетті. Енді ана кузницаның іші енді өте кішкентай, кең емес, маған кең дәу үй керек болғандықтан мен өзіме үй соғайын деп шештім. Мерден осы жерді сатып алдым, және де творческийде сатып алған болатын бір аптаға. Тіпті біздің алдыңғы бөлімді көрген адамдар біледі. Алдыңғы бөлімде жител менің үйімді рұқсатсыз сатып алған алдыңғы бөлімді көрген адамдар біледі достар. Ол рұқсатсыз сатып алған деген негізінде болмайды. Еще милициялар ақшаға жұмыс істеген ғой, пара беру арқылы. Ё-моё, негізінде ондай заң жүзінде болмау керек қой, жалпы айтқанда дегенде ой короче. Еще оны соттап жіберейін десең де болмайды. Да тұрған милициялар өзіңді соттап жіберетін сияқты болып көрінді да, сондықтан қойшы дедім. Бірақ та алдыңғы бөлімде оның үйімен плотно тонап кетілген болатынмын. Ол әлі келген жоқ. Ертең или оның арғы күні келіп қалуы да мүмкін. Ал достар, мен осы тұрған үйдің қабырғаларын көтеріп болайын деп қалдым. Ал енді барлығын қазір бір жер ғана көтеретін, бір жер ғана қалды. Осы жерді көтеріп тастайық. Ал мінеки достар, мен үйіміздің қабырғаларын барлық жерін көтеріп болған болатынмын. Мінеки біздің үй әзірше осылайына шығып жатыр. Осы жерге есік жасайтын боламыз. Ал енді бізге крышаларын жасау керек болады. Осы жерге есіктің орны мына жерде жауып қояқ, байқаусызда сындырып қоя салайын, короче, мен айтқанда. Так, ал енді достар, біз крышасын істеуіміз керек. Так, сындыра салайық. Мына жерлерінің осылайынан істейтін болсақ, негізінде әдемі бола ма, әдемі болмай ма деп тұрған ой бар енді. Осы жерлерін қазір бір рет көтеріп тексер жерейік. Мына жерге осылайынан қойып жіберейін. Жо, болмайды, науысын алып тастау керек бізге. Наусымен жаман көрініп қалады екен. Ал енді бізден осылай көрсек, енді осындай болады. Бетінен осылай көрінеді деген сияқты, короче. Нормальный сияқты тұра берсін әзірге. Кейін ұнамай жатса алып тастаймыз. Ал енді крышасына кірсек, енді осы жерлерден бастап қойып бастайтын боламыз. Қазір мен крышасын бітіріп шығайын. Енді сіздермен бірге барлығын істейтін болсам, енді бұл қызықсыз болып қалады. Видеом барлығы полный қызықсыз болып қалады. Сондықтан да мен қазір видеоны стопқа қойып, крышасын жауып тастайтын боламын. Ал сіздер арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал давайте мен қазір стопқа қоям. Ал мінеки достар, мен крышасын жауып болған болатынмын. Ал енді соңғы заттар қалды. Осылайынан әдемілік үшін осылайынан қойып жіберейік. Өйткені крышамыздың бас жағы осындай таспен басталған, сондықтан да соңғы жағында, бас жағында осылайынан осындай тастармен қойып шығатын боламыз, осындай тас плиталармен. Ал енді бізді үйдің түрі осындай, енді нормально әдемі болып шығып жатыр, жалпы айтқанда үйіміз. Ал енді терезелердің орнын жасайтын боламыз. Осы жерде осындай бір екі терезе тұрады, әдемі болып. Бізде ойбай, ана жер сындыржен, осылайынан блокты қоя салайық болды. Ал енді жанына қарай енді тағы да терезе жасау керек. Осы жерден осылайынан тағы бір бандегідей, тура бандегідей терезе жасайтын боламыз. Осылайынан екі терезе бізде болды. Ал енді біз артына терезе керек емес, жанына қарай барып терезе қоятын боламыз. Бір терезе қояқ, панеровный қылатындай қылып короче. Ал енді ана жерін үстіп қоясыдай әдемі емес болып қалатын болады. Так, мінеки достар, бізде нормальный болып шығып жатыр үйіміз. Мінеки терезенің орындары осылай шығып жатыр. Ал енді бізге терезе керек. Мінеки достар, мен өзім қолыма терезелерді алдым. Енді осы жерде бос тұрған терезелердің орындарына осылайынан терезелерді толтырып тастайтын боламыз. Сонда біздің үйіміз өте әдемі болып шығатын болады. Достар, егер де видео ұнап жатса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен бүкіл видеоларды қарадым, көп просмотрлар жиналған, көп лайк емес, көп комментарий сондайлар жиналған. Бірақ та лайк басып тіркелмейтіндер өте көп екен достар. Олайынан болмайды, лайк басып тіркелу керек. Мінеки достар, біздің үй осылайынан шығып жатыр, түрі осындай.
Ал мен полды осындай бір ағаштан жасайтын болдым. Түсі осындай ағаштың неге бұндай деп жасаңыздар достар. Маған бұндай ағаш енді негізінде әдемі болып тұратын секілді. Өзіме қатты ұнап тұр. Ал сіздерге қалай, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар достар. Бүгінгі бөлімде достар біз осы үйді толықтай бітіріп тастайтын боламыз. Полын, крышасын, қабырға, терезе бәрін жасап шықтық енді дәл қазір. Ал енді бұның барлығын жасап болғаннан кейін қазір полды жасап боламыз. Одан кейін біз үйіміздің ішін сәндейтін боламыз. Яғни мебельдер қосамыз. Яғни компьютердің орнын, кухня, жататын жер. Енді бірақ туалет, ванна сыймайтын сияқты. Кухняның өзі сыймайтын секілді, бірақ та кухняның өзін былай-былайнан сыйдыруға тырысатын боламыз енді. Ал мінекей достар, қараңыздар, мен полын бітірген болатынмын. Енді барлық жерін бітірдік. Ал енді осы жерге есікті қоямыз. Және де үйімізге әдемілеп тұрып жап-жарық болсын, светті қоятын боламыз. Светсіз өмір жоқ. Ойбай, өмір жоқ дегенде ойнап айтам достар, ойнап айтам. Әзіл ғой, жай ғана әзіл достар, бұл кәдімгі шынайы қабылдап қаламыздар. Оқшым свет қоятын боламыз, үйіміз жарық болып тұру керек. Бізде болды. Ал енді мебельдер қою керек. Мына жерге компьютерімізді қоямыз, жататын жер барлығы болады дәл қазір. Так, достар, қараңыздар, мен сәндік ретінде осындай бір заттарды қосқан болатынмын. Қойып қойдым,ошым айтқанда есікке кірер кезде жататын бөлмеге жалпы әдемі болып тұр. Енді мына жерлерге қазір кухня бәрін жасайтын болам. Так, достар, енді бізде кезек жататын бөлмеге келді. Ал енді осы жерге ноутбукты қоямыз. Осы ноутбуктың қасына осындай бір светті қойып қоятын боламыз. Бұлсыз негізінде төсек жататын жеріміз негізінде әдемі емес болады деп ойлаймын. Негізінде осыны қойсам мен әдемі болады деген ойдамын енді достар.Ошым достар, мен ойлана келе мына жерге осындай қалатын болдым. Так, бұл жерге бірақ та біз не істейтінімді білмеймін, бірақ может біз бұл жерге бір не істейтін шығармыз, тамақ ішіп қалуымыз мүмкін, или басқа да заттар істеуіміз мүмкін, сабақ оқу, анау-мынауошым барлығын жасайтын боламыз. Мен бірақ әзірше білмеймін енді не қосу керектігін. Ешше идея келмей тұр енді сәндеуге. Кешірім сұраймын енді достар сол үшін сіздерден. Ал мінекей достар, біз компьютер орнына да келіп жеттік. Мінекей достар, мынаны ойбай, мынаны алып тастауға болмайды екен. Мына жерге осыны қоя салайық. Жаман көрініп қалады екен просто. Ал енді достар, дәл осы жерге компьютеріміздің өзін қоятын боламыз. Яғни монитор, анау-мынау. Ал енді осы жерге наушник, мына жерге ойбай, мына жерге болмайды екен, қысқа екен ғой. Так, жоқ, мынаның орнын ауыстыру керек, наушник пен микрофонның, сонда әдемі болады. Мінекей болды. Осыны барлығы қосылады бізде, қосып өшіруге болады. Өте әдемі жалпы былай қарағанда. Ал енді осы жерге креслоны қоямыз, ұшып қойылмасақ болмай кетті. Ал енді так, осыны мінекей болды. Ал енді мына жерге раутерді қою керек бізге. Хоп, болды, мінекей әдемі болып шықты. Ал енді мына жерге бір ойыншық қою керек. Так, общем достар, мына жерге осындай криперді қоятын болдық. Бұның үстін бассақ ойбай түсіп қалады екен. Осыны қоя салайық қайттан. Мінекей достар, біздің компьютердің орнымыз өте әдемі болып шықты. Және мына ойыншықта әдемі, мінекей барлығын өшіріп қосуға болады. Мына барлығын өшіріп қоя салайын. Так, мынаны өшіреміз. Так, мына наушникті өшіріп тастайық. Аяқтан микрофонды да өшіріп тастайын. Ал енді достар, бізге кезек кухняға келді. Мына жерге газды қоямыз, және де оның үстіне мына ішіне кіріп кетті, блоктың ішіне. Так, мына қалай қойсақ ба, қайта тек бір позицияда тұра ма, или бұл қалай өзі? Так, ойбай, ішіне кіріп кеттік. Мінекей осылайнан әдемі көрінеді. Так, мынаның екеуінің орнын ауыстыру керек екен. Мына мен есімнен шығып кетіп тұрған бұндай екенін. Мінекей осылайнан ашылады достар бұл. Оның үстіне стакан, анау-мынау салатын боламыз. Оның үстіне осылайнан енді сковородкамызды қоямыз. Үстіне ойбай, топ болмайтын сияқты өшілейді дәу екен. Жоқ, болмайды. Так, ойбай, қуып кетті. Мына жерге осындай шкафтардан екеуін қоятын боламыз. Оның үстіне тортты ма, или микрофон жоқтаны. Мынаның үстіне заттар қойылмайды екен, бірақ та достар, неге екенін білмеймін. Короче, бұл модтың өзі сондай ма, или мод қойып қалды ма? Короче, сондай. Онда мынаның үстіне қойылатын шығар. Жоқ, бұлар негізінде осындай үстілерге қою керек, бірақ та бұл үстілерге қойсақ так, болмайтын секілді ма деп тұрмын да енді. Ал енді мұнаның үстіне осыны пицца қояйық та. Так, болмайтын секілді, бірақ пицца мынау что-то
қуып жатыр. Менде модтың көбігіндігінен менде жаман қатты телефон қатып жатыр. Так, на пицца болмайды екен. Так, достар, мен бір затты ұмытып бара жатырмын. Мына жерге бізге мынау қуып жатыр. Телефон жота қатып жатыр менде, достар. Так, қойылмайды екен нателилер. Ондан сындырып тастайық та. Осы жерге нателилерді қойсақ, негізінде болатын секілді. Онда екеуінің орнын жаман қатты қатып жатыр телефон, достар. Кешірім сұрайын сіздерден. Келесі бөлімдерде бұндай қателік болмайды деген ойдамын. Так, енді қойылатын жары. Достар, мінеке қойылды, достар. Керемет, осы әдемі болды. Так, в общем, достар, мінеке мына жерге осындай бір ұзын бір диванды қоямыз. Өте әдемі, ақ түсті диван. Осылайынан отырып теледидар көреміз. Мінеке өте әдемі. Так, достар, мінеке осы жерде кондерлар бар. Өте әдемі. Мінеке кондер деп қоям. Кондерлар емес, кондер. Мінеке, достар, бізде осындай кухня барлығы дайын. Мінеке жатын бөлме бар. Компьютердің орны да бар, короче. Мінеке осылайынан қосып видео түсіріп анамды істеуге болады. Ал енді мына жерде өзіміздің кухнямыз. Мінеке кухняны сіздерге көрсеткен жоқпын ғой, мінеке кухня. Общем, былай айтқанда үй әдемі болып шықты. Ал енді үйдің сыртын көрсетейін сіздерге. Мінеке үйдің сырты осылайынан, жан жағынан да көрсетейін. Мінеке жан жағды барлығы, в общем, үйіміз біздің четкий болып шықты. Өте әдемі болды. Ал мінеки, достар, менің осымен өзімнің видеом аяқталды, достар. Егер де видео ұнаса, осы каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Олжас. Келесі бөлімдерде кездескенше, давайте, достар. Пум-пум.